Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен бірге әке тірегің, ана жүрегің тақырыбын қазақ тілі 6-шы сынып Арман БВ баспасының барлық тапсырмаларын жауаптарымен шығаратын боламыз. Бірақ сіздер әлі видеоның көбісі тіркелмей көреді екен, сол үшін тіркеліп кетулеріңізді сұраймыз. Бұл бізге үлкен мотивация береді. Бірінші тапсырмада мәтінді оқып, негізгі ақпаратты көтерілген ойды анықтауға бағытталған нақтылау сұрағын құрастыру керек. Және отбасындағы ата-ананың рөлін қалай түсінесіңдер, мәтіндегі қазақтың қандай мінезі көрініс тапқан деген сұраққа жауап беру керек. Оның жауабы бала тәрбиесінде алғашқы ұстаз ата-ана бала тәрбиесіндегі басты тұлға, бала үшін үй ішінен ата-анадан артық тәрбиеші жоқ, адамгершілік, бауырмалдық, татулық, қайырымдылық, әдептілік, инабаттылық сияқты қасиеттер жанұяда тәрбие балаға сөзбен, теориямен дамымайды, үлкендердің үлгісімен сіңеді деп ықтимал жауаппен жауап беруге болады. Және екінші, үлкенді сыйлауы, тәрбиесі, ұлттық құндылығы маңызды. Келесі екінші тапсырма. Екі топқа бөлініп, бірінші топ сөйлемдерінің ой екпінін табу керек, яғни мына мәтіндегі ой екпіні қайсысы. Екіншіден, осы минустен бірік әдісімен жылдам оқи отырып, сөздердің астын сызып, шыққан сөздерге 3 мысалдан келтір. Бізде шыққан сөздер бұл жерде дыбыс екпіні және тіркес екпіні екіншісінде. Енді осыған мысал келтіру керек. Біріншісі, алақай бүгін демалыс. Алақай бізде дыбыс екпіні, әдейі үлкен қарамен белгілеп қойдық, және бұл жаңалықты естігенде төбе шашы тік тұрды. Бұл тіркес екпіні. Төбе шашы тік тұрды дегендегі дыға тіркес екпіні болып саналады. Азамат ұзын бойлы жігіт. Ұзын бойлы дегендегі л бұл жерде тіркес екпіні болып тұр. Үшінші тапсырма. Мәтіндің үзіндісін пунктуациялық қателерді түзетіп көшіріп жазу керек. Яғни бұның қателері бар, соны біз қатесіз көшіруіміз керек. Оның жауабы міне. Бағу-қағуда көп мағына барында шегі жоқ. Шегі жоқ дегеннен бізде нүкте. Шырағым деген үлкен әріппен жазылу керек. Мұнан сен де өзіңе әбірет алсаң болады. Нүкте, сен қос нүкте, сен жас ағашсың, саған да күтім керек. Мен сенің қатестеріңді түзеп, пайдалы іске үйретсем деп міне осы тыныс-белгілерін жазып шығамыз. Төртінші, ғаламтор көздерінен Еңсеповтың орындауындағы әке толғауы күйін тыңдап, алған әсерлерімен бөлісіңдер. Күйден әке қамқорлығын сезіне алдыңдар ма? Жауапты, ықтимал жауапты осылай беруге болады. Дәл осылай көшіру міндетті емес. Бағана айтқанымдай, мен күйден әке қамқорлығын сезе алдым. Күй қосылғанда әкеме деген ыстық ықыласым, сезімім ашылып, оны одан сайын жақсы көріп кеттім. Мен оны қатты жақсы көремін деп айтуға болады. Әкеме де осы күйді тыңдатып көремін деп жазуға болады. Бесінші тапсырма. Болжау стратегиясын өсиет сөздер жазып, диалог құрыңдар. Яғни мынаны мәтінді оқып, соған сай әңгіме құру керек, екі адамның әңгімесін. Міне бұл да сіздерге ықтимал жауап. Келесі, сабақта өткен тақырып бойынша сыныптасыңа конверттегі сұрақ дайындаңдар. Мынандай сұрақ қойылады, немесе ой екпіні дегеніміз не, сөз екпіні дегеніміз не, дыбыс екпіні мысалға, тіркес екпіні қалай жасалады деп айтуға болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Видео ұнаса міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Бұл бізге үлкен шабыт сыйлайды. Ал егер белсенділік төмен болса, алдағы уақытта сабақтар шықпай қалуы да мүмкін. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар. Сұрақтарыңыз болса комментарийге қойыңыздар.